Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Қалайсыздар? Қазақстан тарихынан 8-ші сұраққа жеткен болатынбыз. Сұрақтар толыққанды талдап үлгермей жатырмын, расын айтқан кезде. Астанада Нұрсұлтан, яғни мынау сәйкестендіру сұрағы екен. Яғни бірінші жылдар берілген, одан кейін оған сай өткен саяси оқиға немесе сол уақыттағы ірі өзгерісті айтамыз. Астанада Нұрсұлтан әлемдік және дәстүрлі діндер өкілінің бірінші съезі өткен уақыт, Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуы, Қазақстан дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілуі дейді. Яғни экспоны білеміз, бәріміз 2017 жылы өткізілген. Демек, 3В емес 3В деген жауаптарды алып қаламыз. Қалғанын тастай берейік. Одан кейін кеттік енді. Мына жерде Қазақстан Халқы Ассамблеясының әлемдік діндердің, яғни дәстүрлі және әлем діндерінің өкілдерінің съезі туралы ақпарат келтірейік. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен құрылған мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган дейді. Демек, жалпы бұл бізде қай жылы құрылған екен? 1995 жылы. А жауабы. Демек, 2А деген вариантты қалдырамыз. Жауабымыз бізде Е болады екен. Жалпы әлемдік дәстүрлі діндерге тоқталайық. Жалпы әлем және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі, ол бізде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет басшысы және қоғамда діннің өсіп отырған рөлін толық шамалы сезінетін саясаткер ретінде әлем және дәстүрлі діндер форумын Қазақстан Республикасының бас қаласы Астана қаласында өткізу ұсынды дейді. Яғни біз білеміз, әрбір 3 жыл сайын өткізілген болатын. 2003-те болды, 2006-та, 2009-да, 2012-де, 2015-те деген секілді болды. Жалпы енді әр 3 жыл сайын қайталанып отырады. Бұл жерде негізгі діни мәселелер талқыланады, яғни теріс көзқарастарды болдырмауға негізге алынған ғой, дұрыс айтқанда лаңкестік оқиғаларды болғызбауға деген секілді дүние. Жалпы енді түсінікті болар. Бізде дұрыс жауабымыз Е жауабы болады. Яғни бізде Астанада Нұрсұлтан немесе әлемдік дәстүрлі діндер өткізілген бірінші съезі, ол бізде 2003 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды. 1995 жылы Қазақстан дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілді 2017 жылы.